Мен Қоңқабаев Қамшыбек Бейсенбайұлы бокстан Париж Олимпиадасына лицензия иегерімін. Қызылорда облысының тумасымын. Алғаш рет бокс табалдырған 2006 жылы өзімнің туған ағам Асқар Қоңқабаев, қазіргі және жеке бапкерім Төкенов Сейтжан Мейрамбекұлына алып кеп бокс үйірмесіне берген болатын. Отбасыма келетін болсақ, ата-анам бар, өзімнің жеке отбасым, әйел бала шағам бар, Алла берген 4 ұлым бар. Енді Ханчжоу Азия ойындары ең басты өз жерде мақсат лицензия алу болды. Лицензия бұйырды маған. Қазақстан енді бокс құрамасының жалғыз қазірше Олимпиадаға жолдама алған ол енді Қамшыбек. Азғантай біраз үзілістері болды. Рингке біраз уақыт шықпай қалды. Сол себептен лицензия алудың өзі Қамшыбекке оңайға соққан жоқ. Үшінші жекпе-жек өздеріңіз білетіндей сол Байырға қарсыласым Бахадыр Жаулықпен көрермендерге қызықты, тартысты жекпе-жек болды дегім келеді. Бұйырса осы Азия ойындарында, бұйырмаған алдында маған Париж Олимпиадасында мен үшін, елім үшін нәсіп етсе деймін. Сол үшін аянбай еңбек етіп жатыр. Олимпиада ойындарына дайындалу ол енді бұрынғыдай болмайды. Одан көбірек жұмыс атқару керек. Олимпиададың медалін алып көрген боксшыға ол енді 3-ші орын алған адам. Сол себептен енді одан жоғары медалға бару үшін қазір аянбай тер төгіп жатыр. Кем-кетікпен жұмыс істеп жатырмыз. Одан бөлек 1-2 айла тәсіл мынау тактика жағын өзгертіп жатырмыз. Оқу-жаттығу жиындары, дайындық жалпы барлығы ойдағыдай жүріп жатыр. Мен командамен бірге лицензиялық турнирге дайындалған болсам да, барлығымыз бірге жаттығып жатыр. Келесі айда наурыз айларынан бастап турнирлер болады. Сол турнирлерге қатысып, Олимпиадаға бабымызда баруға бар күш-жігерімізді саламыз. Мен үлкендік әлемдік додаларда енді өкінішке орай енді соңғы кездері, мысалы, есем өзбек боксшысына кетіп қалып жатқаннан кейін, енді халықтың бәрі тек өзбекті, тек Бахадырды тәбіреді. Әрине, одан да басқа мықты боксшылар бар әлемде, барлығына дайындалып жатыр. Әрине, есемді Париж Олимпиадасында қайтарғым келеді. Қайтарам деген ниеттемін. Мен енді өз ойым Қамшыбек бұл жолы Токиодағы жетістіктен жоғары жетістікке жетеді және соған еңбек етіп жатыр. Соған жету үшін тек қана ауызбен айтып емес, еңбегімен де дәлелдейді деген ойдамын. Құрметті жанкүйерлер, өздеріңіз білесіздер, биыл өте жауапты жыл. Париж Олимпиадасы келе жатыр. Бізге тек қана боксшыларға емес, барлық спортшыларға жанкүйер болыңыздар. Біз қазақ елін жеңісімізбен қуанту үшін, көк байрақ желбірету үшін, әнұранын шырқату үшін аянып қалмаймыз. Бізге жанкүйер болыңыздар. Алға Қазақстан!